балақай. Сен бер келші. Сен тоқтатай мен. Тоқта дейм, Ей, балақай. Балақай, ей! Тоқта! Тоқта дейм. Ей, балақай. Ей! Абгетай, бәрін өзім жинаймын. Нені жинайсың? Шағуа семешкені. Мен негізі тазалықты жақсы көретін баламын. Қандай семішке? Не деп тұрсың? Басыңнан күн өтіп кеткен бе? Ан жақтағы семешкеші. Тоқтай тұрмыз. Сіз мені неге қуа аласыз? Мен негізі Шымкентке қонаққа келген ғой. Әлгі бассейннің жанында суретке түскім келген. Ой, енді сразу атпайсың ба? Ал сен не үшін қаштың? Жүрін су жерде түсіре салайық. Жоқ, әлгі бассейннің жанында жақсы сурет шығады. Жүр, сол жақта түсір. Кеттік. Балақай, жаңа қайтқан семішкелерің осы екен ғой. Ендеше жинай сал. Маған Шымкент өте таза қала деп айтқан. Алдына суретте сол мына қоқыстар көрініп қалса, ұят болады. Жинай сал. Әрине. Шымкент өте таза қала. Сумканы көтергеніңе рахмет. Шынымен де Шымкентте тәртіпті балалар. Қоқас жоқ, біз еше қонақ жейміз. Жейсіз бе? Рахмет, Шымкент өте ыстық қала. Қандай салқын. Енді кетсем бола ма? Оля, мен осы сумканы сізге береді деп ойлап тұрсыз ба? Ма? Ей! Да. Аласың ба? Беріңдерші. Алсай. Алсын сені. Сен сумканы ғой, маған керек емес, саған керек. Беріңдерші өтінем. Қарындасым не болды соң? Осы балалар сумкамды алып келмей жатыр. Балалар, сендер неге мына қыздың сумкасын бермей жатырсыңдар? Кәне қайтарыңдар, ұят болады. Қарындасым, қайдан келдің? Сен мұнда не істеп жүрсің? Өзім жүрмін аға, Алматыдан Шымкентке қонақ болып келгенмін. Осы Шымкенттің балалары күшті деп еді, бірақ осы балалар сумкамды алып бермей қойды. Қарындасым, сен Шымкенттің жігіттері туралы бола ойлау ма? Кән көрсетші бес саусағыңды. Көрсет.
бірдей ма? жоқ әртүрлі. Көрдің бе? Әртүрлі. Біз өте қарапайым қонақ жаймыз. Шымкенттің кішкентай баласы болсын, үлкені болсын, бір-бірі үшін жан алып жан береді. Бір-бірін қиындыққа да қалдырмайды. Қарап жейсің бе? Рахмет аға, енді сумкамды алып барайыншы. Бастадық па? Кеттік! Не болды сізге? Сумкамды беріңізші. Біз қонақ жайлығымызды көрсеттік. Біз еще прикольчикпіз. Давай! Беріңдерші. Өне, қатпақ тұрса бұлай! Не істеп отырсың? Давай! Опа! Балам. 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 Балам дейді. Ал, папа, не болды, айта беріңіз. Бері кел. Қазір. Астана компьютер. Кел. Сабағың қалай өз? Жақсы, папа. Өтірік айтпа. Алып берсең құжаттарын деп күнделігіңді алып келші бар. Жарайды, папа. Әкел күнделігін. Тексеріп бастайды сені күнделігіңді. 2, 3, 2, сұмдық қой мұна? Мұна 3 пен 2-ге толып қапты күнделігің. Мамаң білмей мұнаны? Жоқ, папа, мама білмейді. Мамаң білмей мұнаны? Звондап айту керек шешеңе. Папа, өтінем, мамаға айтпай қойшы. Қалай айтпаймын? Күнделігін толған 2 мен 3. Дене шынықтырудан ғана тұрып қойып. Баяғы дене шынықтырудан 4 алсақ біз 2-ге кіріп кететінбіз бе? Алып өліп қалатынбыз. Болмайды, айту керек шешеңе. Оны айтып сен жәнің көзің көшіп. Папа, өтінем, мамаға айтпай қойшы. Айтпасам болмайды. Мынау қазірден қолға алмасақ болмайды. Ертең ісінасыға жоқ кетсе қиын болады. Айту керек бұл. Пап, келсек та осы жерде шешейік бәрін. Сонда қалай балам? Атам берген 2000 теңге бар, сонымен шешейік бәрін. Білдірмеймін маған сал. Камера жоқ па? Жан-жағымызда? Жақсы болды? Мына күнделік. Мына 2000 теңгеге бүгін мамаңа гүл алам. Ертең міндетті түрде ана күнделігін тексерем, ұқтың ба? Тағы 2000 теңге тапсам, мамаңа помада алып берем. Жарайсың балам? Жарайсың. Оқу керек қой, оқу керек сабақты. Оқу керек. Құрсын өмір, сабағымды оқиын. Ал нөкерлерім, билікті қалай бөлісетініңізді шештіңдер ме? Ханем, бұлай бөлісейік. Жоқ, олай болмайды. Сен не дейсің? Менің ойым сіздің көңіліңізден шығатын сияқты.
ойын керемет екен. Уа Ғанием, бізді шабуылдады. Кім? Жоңғарлар. Қашан? Қай жерде? Күш ауылдың жоңғарлары. Қалайша? Біздің аулада футбол ойнап жүр. Тез айт. Жақсылықпен кетпесе, ұрыс ашамыз. Болат Ғанием. Жоңғарлардың сазайын тартқызу керек. Уа Ғанием, сіз бізді басқарып алдымызға шығасыз. Сосын олардың добын ала қашамыз. Жауышыны қорғауда қалдырамыз. Керемет. Уа Ғанием, менде екі хабар бар. Біріншісі жақсы, екіншісі жаман. Қайсысынан бастасам болады? Жақсысынан баста. Жақсынан бастасам, жоңғарлар өзі-ақ қашып кетті. Ха-ха-ха-ха. Неге? Ал енді жаман хабар. Олар ең үлкен, ең керемет ханнан қорқып қашып кетті. Енді сол хан сізді жедел түрде шақыртып жатыр. Күнделіктегі екілеріңізді көріп қойыпты. О тақсыр, басыңыз кетейін деп тұр. Кім? Қандай хан? Той, әкеңіз шақыртып жатыр. Қолында белдігі бар екен. Өлә, құруды деп осыны айт. Мынасыды өзенің бөлісе беріңдер. Мен кеттім. Ойбай-ай! Я, бүгінгі күн күшті өттім. Иә. Мен сені үйіңе дейін апарып тастайын. Рахмет, менің үйіме кішкене қалды ғой. Мына үйдің артында. Сен үйіңе жетіп те қалыппыз ғой. Бірақ мен сені тура подъезге шейін апарып тастайын. Бірдеңке болып қалса ше. Өзім-ақ жетер едім ғой. Қалай өзің жетесің? Мына қуыстардан біреулер шыққаса ше. Жарайды. Кеттік. Қараңғы болып кетті. Тезірек жүрейік. Мен сен үшін уайымдап келе жатырмын. Мен саған ешкімді тескізбеймін. Бірақ шошқасаң не істеймін? Жүр. Міне менің подъезім. Рахмет саған. Сен нағыз батыр екенсің ғой. Сен шынымен де ешкімнен қорықпайсың ба? Кімнен қорқуым керек? Карате, бокс, барлығы менен қалған ғой. 100 килограммдық мутан шықса да жан басымен жатқызам. Еркек емеспін бе? Онда мені күнде қосымшадан кейін шығарып саласың ба? Оны папаммен, кешір, тренермен ақылдасып көрем. Давай онда, мен кетуім керек. Жарайды. Давай. Туй балам, шаршаттың ғой әбден. Шөпті еңбектен үстін бәрін сырып алдым. Енді ана қызды үйіне шарп салмаймыз. Мен жұмысым көп. Папасы, енді баламызды кезектесіп шығарып салатын боламыз. Түсінікті ме?